құрметті балақайлар, әдебиет сүйер қауым. Міне, бүгінгі біздің кезекті кейіпкеріміз қазақ ертегілерінің белгілі кейіпкері Қаңбақ шал. Осы кейіпкермен біз бүгін нақтырақ танысатын боламыз. Ертеде Қаңбақ шал деген шал болыпты. Мал мен басқа зар болыпты. Кедейліктен шықпапты. Ол ау салы балық аулап, тамақ асырапты. Жел соқса, шал домалап жөнеледі екен. Содан соң оған Қаңбақ шал деген ат қойылыпты. Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін бір түлкі әлімжеттік қып тартып жей береді екен. Түлкінің қорлығына шыдамай, шал бір күні екінші бір жерге көшем деп дүние мүлкін арқалап жолға шығыпты. Шаршаған соң оны бір жерге көміп кетіпті. Бір жерге елдің сойған малынан жинап алған ішек қарын көміп кетіпті. Бір жерге қарындағы айранды көміп кетіпті. Жүктің салмағымен Қаңбақ шал ұшып кетпей келеді. Жүктен арылған соң желмен ұшып бір жерге ұшып түсіпті. Қараса, бір дәу екі таудың біріне бірі шақпақ қылып ұрып тұр екен. Дәу: "Қайда бара жатқан шалсың? Кел екеуміз күш сынасайық" деп қазандай бір қара тасты көтеріп аспанға лақтырып жібереді де қайта қағып алып: "Ал шал, сен де осылай қақпақ қыл етіп етші" дейді. Шал сасып қайтерін білмей тасты құшақтап аспанға бір, тасқа бір қарап күнімен тұрады. Сонда дәу: не қып тұрсың? Лақтыр" дейді шалға. Құрметті тыңдармандар, осы ертегінің қалай аяқталғанын білгілеріңіз келсе, және де Қаңбақ шалдың тағдыры ары қарай қалай жалғасқанын білгіңіз келсе, біздің кітапханамызға келіп, осындай керемет Қаңбақ шал атты кітапты оқуларыңызға болады.